Ал, қош келдіңіздер тағы да амандасып қояйын. Амансыздар ма, менің қымбатты оқырмандарым, амансыздар ма, қымбатты менің көрермендерім. Менімен әрдайым бірге болып жүрген, бірге өсіп жатқан, бірге қосылып жүрген, әрбір сабаққа қосылып жүрген қымбатты оқырмандарым. Бүкіл қазаққа, бүкіл қазақ еліне, әрбір бұрыш-бұрыштан Қазақстанның қосылып жатқан, және Монғолиядан, Өзбекстаннан, тіпті Америкадан қосылып жатқан қыздар бар екен. Стамбулдан. Бәрі естіліп, бәрі қосылып тұрса, тағы да плюстарыңызды қоя қойыңыздар. Қатып жатқан жоқ па? Сабағымызды ары қарай бастайық. Бәрі жақсы ма? Қосу таңбасын қойып жіберсеңіздер. Қырғызстаннан да отыр екен менің оқырмандарым. Қымбатты қырғызстандықтар, қымбаттыларым, баршаңызға сәлем. Дауыс жақсы естіліп тұрса болды, онда сабақты бастай берейін. Көп созбайын, уақыт өтіп кетті. Выключить комментарий. Ал енді ондай болса кеттік. Ал қымбатты оқырмандарым, жаңа ғана мен сабақтың басталар кезінде бір космический музыка қойған болатынмын. Оны қойған себебім сіздерге айтқым келіп отырғаны, біз Астанада емес, Алматыда емес, немесе Қырғызстанда емес, немесе Монғолияда емес, біз космоста өмір сүреміз. Егер де біз өзіміздің кішкене ғана мына қазіргі түйсігімізді үлкейтсек, мысалы қазір мен Сарайшық көшесінде тұрам, Есіл ауданында тұрам, Ақмола облысында тұрам, Қазақстанда тұрам деп ойлаймыз, иә. Одан көтеріле берсек, мен жер планетасында тұрам. Одан да жоғары көтерілсек, мен Вселенной кеңістікте, космоста тұрам. Сонда біз әдемі бір космоста қозғалып бара жатқан жердің бір кішкентай ғана шаң секілді, тозаң секілді кішкентай түйініміз. Біздің өміріміздің өзі, стапыралла, бүгін көз тиді ма, сөз тиді ма, не болды өз қыздар? Әдемі тұрған нәрсем өзінен өзі қатты да қалды ғой. Біздің әрбір өміріміз, әрбір жасаған тірлігіміз, айтар сөзіміз, бүкіл сүріп жүрген өміріміздің бәрі бір ерекше құбылыс. Ерекше құбылыс деп, төмен ғана бір кішкентай, мен осы Сарайшық көшесінде тұрам деп қана емес, мен космоста, мен әлемді бағындыратын ерекше бір құбылыс есімін деп қабылдасаңыз, өмір басқаша болады екен. Егер де біздің өмірімізде бәрі керемет болып, өзгерістер, әдемі өмір, байлық, денсаулық, жаңа өзгерістер, жаңа бір қызметтер, жаңа достар, барлығы керемет болып жатқан кезде, біз әрдайым ештеңкеге алаңдамай, тек алға басып, бәрін өзіміз жасағандай болады екенбіз. Ал егер де өмірімізде кішкене ғана бір ағаттық болып кетсе, кішкене ғана кредит, немесе басқа да бір қиындықтар пайда болған кезде, біз бәрін жаңағы басқалардан көріп бастайды екенбіз. Біреу оқып тастады, біреудің көзі тиді, немесе біреу мені бірдеңке қылып тастады, немесе жаңағындай әйтеуір аяқ жағында келгенде Құдай атты деп ойлайды екенбіз, иә. Бүгін осы үміт, сенім, махаббат сабағында мен сіздерге жүректеріңізге үміт, көңілдеріңізге сенім, өмірлеріңізге махаббат құйғым келеді. Мен өзім шынымен кішкентай бір ауылда отырып, ең бірінші қолыма осы жаңағы Луиза Хейдің, Джо Диспанзаның, тағы да басқа мыңдаған авторлардың жүздеген кітаптарын қолыма алған кезде ең басында сенген жоқпын. Өмірдің бұлай өзгере кететініне сенген жоқпын. 20 жыл өтіп кетіпті. Сол кезде жылап отырып, қиналып отырып, мен ойлағам, өмір осымен өтіп кетеді. Осылай жылаған күйі, осылай қиналған күні, қарызға батқан күйі, осылай өмірім өтеді деп. Себебі мен жан-жағыма қарайым, менің туыстарым, мені қоршаған адамдар бәрі сол деңгейде өмір сүріп жатты. Менің бүкіл родым деймін ғой, тегім бәрі рабочий класс. Біреу пол жуып жүрген, біреу охранник, біреу бір бәле, біреу бір керемет жаңағындай чиновник болып кетіпті, біреу бір жерде министр болыпты, біреу бір жерде профессор болыпты, біреу бір жерде бірдеңе деген ешкім жоқ. Бас көтерер ешкім жоқ болды. Менің сабағыма қатысып отырсаңыз, осы сабаққа сіз бекер келген жоқсыз. Демек, Алла тағала сол кездегі кішкентай жылап отырған Құралайды қалай көтерсе, Құдай да сізді сөйтіп көтергісі келіп тұр. Қазір әсіресе бізде осындай ауру жайлаған кезде, жаппай адамдар ауырып, қандай да бір жүректе діріл пайда болған кезде, үмітіміз өшіп, сеніміміз азайған кезде,
махаббат дегенге тіпті ол жақын жерде оның ауылының алыс екенін көріп отырған кезде бізге осы сабақ шынымен келесі бір деңгей баспалдақ болса екен деп ойлап отырмын. Мен көп жағдайда сабаққа дайындалған кезде мен кәдімгідей үлкен бір папкаларыммен кәдімгі қазақша деп қарапайым ручкамен жазып отырып дайындаламын сабаққа. Бірақ ең бір қатты дайындалатыным ол дұғаларым, ол намаз, ол Алладан сұраймын. Әрқашан тіпті қандай бір сабаққа, ол офлайн сабақ болсын, онлайн сабақ болсын, келер кезде мен бірінші Алладан сұраймын, жүректен сөйлете көр деп. Бір сізге деген әңгіме, сізге деген айтар сөздің ең бір кілтін, ең бір керегін айтқыза көр Алла деп сұраймын. Себебі жүректен шыққан сөз сіздің жүрегіңізге жетеді. Мүмкін осы уақытқа дейін менің айтқан сөздерімнің барлығын сіз кітаптан да оқыған шығарсыз, интернеттен де барлық жерден көрген шығарсыз, мамаңыз да айтқан шығар, әпкеңіз де айтқан шығар. Бірақ менің сөзіммен, менің жүрегімнен шыққан сөз сол сіздің жаныңыздың бір қандай да бір қиындығын емдесе деп ойлаймын. Және мен өзімнің осы уақытқа дейінгі сабақтарымды тыңдап отырсам, шынымен ақпарат бір жоғарыдан ағып келіп жатады, шынымен жүрегімнен көп нәрсе шығып жатады. Сондықтан қазір сіздерге сақадай сай болып отырсаңыздар, қолдарыңызға блокнотыңыз, ручкаңызды алсаңыздар, онда кеттік, сабағымызды бастайық. Менің сабақтарыма қатысатын қыздардың көбісі бұл жаңа сабақ болғасын, мен енді сіздер ренжімейсіздер, дәптеріме қарап сіздерге есіме түсіріп айтып отыратын болам. Көп нәрсе әйелден байланысты. Менің сабағыма қатысатын қыздардың көбісі де әйелдер. Әйел ол бір үлкен оркестрдің дирижері секілді. Өзіңіздің отбасыңыздағы күйеуіңіз, енеңіз, балаларыңыз барлығының дирижировать етіп, біреу скрипкада, біреу домбырада, біреу гитарада, біреу пианинода ойнап отырса да, сіз солардың дирижерісіз. Мүмкін ер азаматтар да тыңдап отырған шығар, бірақ басты мені тыңдайтын осы әйелдер болғасын, сіздерге айтарым. Дәл қазірден бастап, дәл бүгіннен бастап, өмір сабағына қатысқандарыңыз бар, қатыспағандарыңыз бар. Бұл өмір сабағының басты мәні, басты философиясы, басты формуласы осы болған. Дәл қазір мен сізге ешкімге сенбей, өз дирижердің таяғы болады ғой, сол таяғыңызды өз қолыңызға алғаныңызды сұраймын. Біз жасымыз 35-ке келсе де, 40-қа келсе де, 50-ге келсе де, сол таяғымыз өзімізде тұрса да, басқа біреуге қарап отырады екенбіз. Байқасаңыздар, дирижер ешқашан скрипачқа, немесе жаңағы жақта отырған дамбриске, немесе басқа біреуге қарамайды. Ол өз әлемінде өз күйін шертеді. Оның қолының ырғағына, оның қолының әрбір түсіріп көтерген жаңағы таяғына сол музыканттар қарап отырады. Біз енді әйел туралы көп нәрсе айтылған, әйел бәрін басқарады деп. Мүмкін сіз маған қазір ренжитін шығарсыз, бұл сабақты тыңдап отырып. Бұл неменеге бұны айтып жатыр, бұл неге әйелдерге жауапкершілікті арта береді, неге мен жаңағы күйеуге тидім, неге мен жаңағындай басқа нәрсені істемеймін деп. Қазақ психологиясында, қазақ статистика жасап, өзім 2015-тен бері мен осы психологияда келе жатырмын. Бүкіл әлемнің психологтарын қазақша аудардым десем, айып етпес, артық айтпайтын шығармын. Себебі мен нағыз керек жерлерін қазақша аудардым. Әлем психологиясының. Нақты бір психотерапияны емес, психологияны, коучингті. Сол кезде менің түсінгенім, біздің қазақтың әйелдері, ол мүмкін басқа әлемдердегі әйелдерде мүмкін сондай шығар, бізде күйеу жоқ. Мүмкін менің қазіргі айтқан сөзім сізге жүрегіңізді дір еткізетін шығар, қалай мен күйеуім бар, мен киген, мен 20 жыл тұрам, мен 10 жыл тұрам деп. Дәл қазір өзіңізге сұрақ қойыңыз. Мені біреу күйеуге алды ма деп. Әйелдер екіге бөлінеді екен. Күйеу барлар, күйеу жоқтар. Статистика жасау арқылы өзімнің парақшамдағы осы қыздармен хат алмасу арқылы түсінгенім, көп әйелдерде күйеу жоқ, күйеуге тиіп алған. Оларды күйеу алмаған. Күйеу қал кезде алады. Еркек, мына кейбір инстаграмда қарасаңыздар, бір сақинасын ұстап, әйелдің алдына барып, қолын жайып, өтінем маған күйеуге шықшы деп шын ниетін беріп атады ғой, немесе ата-анасына алдына барып, еркек шын көңілімен. Күйеу бар әйелдерді мен былай білем. Ер азамат сіздің артыңыздан айлап жүріп, минимум 1 жыл, 3 жылға дейін, 4 жылға дейін сізге жүгіріп, жүріп артыңыздан,
өтінемін маған күйеуге шықшы деп жалынып сізге үйленген кезде, вот сол кезде сіз замужем, күйеуге шықтыңыз, тұрмысқа шықтыңыз. Сіздің күйеуіңіз сізге үйленді. Ал егерде адам просто жалтақтап келе жатты, көзі жұмық, мен көзі жұмық екенін, не үшін екенін алдында айтқам, өмір сабағында, құралайым сабағында оны қайталамай ақ қояйын. Адамның белгілі бір тектілігінен, адамның бойындағы ата-анасынан келген қандай да бір қасиеттен, адамның жаңағы өзінің тегінен келе жатқан нұрдан адамның көзі ашық не жабық болады екен. Әсіресе күйеуге шығатын кезде, үйленетін кезде. Оны енді тағы бір ауыз сөзбен айта кетсем, сіздің әкеңіз, сіздің шешеңіз сол жағыңызда, нағашы жұртыңыз, мына жақта өз жұртыңыз, одан жоғары кеткен бүкіл жұрттардан жанған нұр. Егерде сіздің әкеңіз бен шешеңіз ажырасқан, қиналған, бір-бірімен жеген, күшік ит пен мысық сияқты өмір сүрген, сіздің атаңыз бен әжеңіз тура солай өмір сүрген, бір-біріне изменять еткен, ұрған, соққан, изменять етпесе де жаңағыдай білген істеген, нағашы жұртыңызда да тура сол история болса, сізде мына жақтың бәрінде свет жоқ, нұр жоқ, нұр құйылған жоқ. Сіздің көзіңіз жабық тұр. Сіз күйеуге шығар кезде қалталаңдап жүріп, әйтеуір на ощупь дейді ғой, біреуге бір көзіңіз біреуге жұмық болды, біреуге табылды, біреу әйтеуір соған шыға салдыңыз. Сол кезде мен жаңағы сөзімді қайтадан айтайын. Сізге үйленген жоқ, сіз күйеуге шығып алдыңыз. Сондықтан дәл қазір өзіңіздің ішіңізде көзіңізді жұмып сұрақ қойыңыз. Выходила ли я замуж? Или на мне женились? Маған үйленді ма? Жоқ, мен біреуге күйеуге шығып алдым ба деп. Біздің басты проблемамыз сонау жақтан екен. Егерде қазір сіз күйеуге шығып алған болсаңыз, әйтеуір күйеуге шығу керек болды, ата-анаңыздан қаштыңыз, үйіңізден қаштыңыз, жеңгеңізден қаштыңыз, тағы біреулерден әйтеуір қаштыңыз, елдің бәрі күйеуге шығып жатты, мен де шығуым керек деп шықсаңыз, сізге ешкім үйленген жоқ. Осыны есіңізге сақтап алыңызшы, сізге ешқашан ешкім үйленген жоқ. Енді бүгіннен бастап өзіңіздің бүкіл өміріңізді, жаңағы дирижердің таяғын дейсіз ба, немесе өмір семинарында айтқандай ақ сәйгүлігіңізге міндіңіз ба, өзіңіздің жүгеніңізді сәйгүліктің өзіңіз қолыңызға алдыңыз ба, барлығын өз жауапкершілікті өз өміріңізге өз қолыңызға алыңыз. Сізге ешкім осы уақытқа дейін үйленген жоқ екен, сіздің күйеуіңіз жоқ екен, сіздің ешкіміңіз жоқ, на вас никто не женился. Просто чисто случайно өзінің бір болады ғой, бір өзінен өзі адамдар бір-бірімен кездесіп жатады. Тура сондай нәрсе болды. Енді ары қарай не істейміз? Егерде сіз өзіңіздің қазір көзіңізді жұмып, сол мен сұрақ берген жауапқа иә деп жауап берсеңіз, иә, мен күйеуге шыққан жоқ, мен үйленген жоқ, маған ешкім үйленген жоқ, мен күйеуге шығып ағам, мен біреуге тиіп ағам десеңіз, бүгіннен бастап ол тиіп аған адамыңызға ренжуді қойыңыз. Ол адам түкке де сіздің өміріңізде қатысы жоқ. Тіпті сіздің қасыңызда 20 жыл бірге жатса да. Дәл қазір өз өміріңізді өз қолыңызға алуға нақты бір қатты бір көмек сізге беріліп тұр деп ойлаңыз осы сабақпен. Енді тағы да сізге бір психологиялық техника деп айта берейін. Бұл өз-өзіңізге сырттан қараңыз. Біз әрдайым жанымыз ішімізде деп ойлаймыз. Жанымыз ішімізде, біздің бір жерімізде, жүрегімізде, мына жерде, ана жерде деп тұрамыз. Негізі Эйнштейннің айтуы бойынша адамның подсознаниясы, адамның түп санасы мына екі құлағымен сызылған, мына екі құлақтың ортасына сызу, және мына үшінші көзбен, мына жердегі нүктемен желкенің ортасына сызу сызған кезде екеуінің қиылысқан жерінде подсознание орналасқан дейді. Мен осыншама жасқа келіп, психологияны қазып, жаңа Фрейдті да оқып, ананы да оқып, мынаны да оқып, түсінген нәрсем, біздің жанымыз әрдайым шеттен қарап тұратын секілді, төбемізден қарап тұратын секілді. Дәл қазір сіз өзіңіздің блокнотыңызға өзіме өзім ақыл айту деген техниканы жазып қойыңыз. Өзіңізге өзіңіз ақыл айтқаныңызды қалаймын. Тура бүгін, тура қазір. Біз елге ақыл айтқанды қатты жақсы көреміз, өзімізге ешқашан ақыл айтуды ойламаймыз да, түсінбейміз да. Енді жақсылап тұрып өзіңізге, орыстар бұны айтады, обет
дейді, иә, мен біреуге обет бердім дейді. Мысалы, обет уәде бердім дейді. Мен өзіме ант бердім деп айтады қазақтар, иә. Сондықтан дәл қазір сіз өзіңізге 3 ақыл жазыңыз. Көзіңізді жұмып, шын көңіліңізбен 3 ақыл жазыңыз. Мен тағы бір нәрсені жаңа айтуға ұмытып кетіппін. Қымбатты қыз келіншектер, түсінем. Қазақ әйелінің жұмысы өте көп. Біздің күйеуіміз, баламыз, итіміз, құсымыз бәрі қазір бізге қарап отыр. Бірақ мына 3 күнді, осы 2 сағатты толыққанды құлағыңызға наушник қойып, бір жабық бөлмеге ма, бір бұрышқа ма, әйтеуір туалеттің ішіне отырсаңыз да, тып-тыныш бір жерге отырып менімен бірге сабақ оқысаңыз екен. Көп кезде біздің өзіміз осы жерде отырамыз, бірақ миымыз кухняда отырады, немесе миымыз жаңағы бір жерде күйеуіміздің қасында отырады. Сонымен страдать етіп, қиналып отырып оқимыз. Бірақ сабақ бітіп кеткеннен кейін, 3-4 күннен кейін, ойбай деп мына парақшаның дайрегіне стучаться етіп, мен деген 3000 теңге не үшін төледім, ойбай мен мына жерде не болып қалды, сіз не айттыңыз, мен ұққан жоқпын, мен құдалыққа кетіп едім, мен жаңағы ауылға кетіп едім, мен деген ана жерде күйеуім бүйтіп қап еді, сөйтіп қап еді. Өтініш, бүкіл көңіліңізді, бүкіл жүрегіңізді осы бүгінге, осы қазірге буынып, түйініп, менімен бірге сабақ оқып алсаңыз екен. Себебі көп қызық, керемет, жаңа ақпараттар айтатын боламын. Енді қараңыз, өзіңізге өзіңіз ақыл айту техникасы. Осы 3 бірдей ақылды мүмкін осы 3 күннің ішінде бөліп айтасыз ба? Әлде жаңағыдай сізге де ағылып келіп, қазір менің энергияммен осы бір керемет ақпараттар тыңдап отырып келесіз ба? Бір өзіңізге 3 ақыл және ол 3 уәдені ешқашан ұмытпайтындай. Мысалы, мен бұрындары, мысалы, жас кезімізде вино іштік, иә, например, шампан ішетіміз, енді алкоголь өмірімізде болды. Біздің мамаларымыз, папаларымыз ішті кезінде, совет өкіметі кезінде. Мен 2 қыз, 3 қыз сөйтіп туып жатқан кезде бір күні өзіме осы бір ақылды айттым. Бүгіннен бастап ешқашан аузыма алкоголь алмаймын. Сол үшін ұл туғым келеді деп. Болады ғой, өзіме өзім. Аллаға емес, басқа ешкімге емес, өзіме. Бүгіннен бастап мен алкоголь алмаймын. Аузыма ешқашан винода, пивада, шампанда ештеңке. Бірақ мен осы өзіме өзім берген уәдемді ұстай тұра, өзіме өзім, ешкімге емес, өзіме. Өзімнің және сол ұл туғым келеді деп, сол арманыма осы уәдемді бердім. Сонда адам, мен ана өмір сабағымен көп қазір байланыстырып айтып отырамын, адамның самооценкасы қай кезде өседі деп айттым ғой мен сіздерге. Көп сұрақ келеді маған осы самооценка туралы. Самооценка қай кезде өседі? Адам өзінің уәдесіне тұрған кезде. Адам жақсы қасиеттер жасаған кезде. Мен мысалы сол қаншама жылдар бойы ешқандай аузыма алкоголь алмай өзімді дұрыс сүріп бастаған кезде, сол уәдемді берік ұстап бастаған кезде, менде ішімдегі жаным, өзімнің құралайым маған риза болып отыратын секілді. Ту, қандай молодецсің құралай, қандай ақылдысың деп. Сол кезде менің самооценкам көтеріледі. Самооценка көтерілудің нақты жазып қойсаңыздар болады, өмір сабағына қатыспағаныңыздар. Самооценканы басқа біреулер көтермейді ешқашан. Сіз өзіңізді өзіңіз бағалауыңыз сіздің жақсы качестволардан байланысты. Намаз самооценканы көтереді. Таңғы сағат бірдемеде тұрып, сіз жаңа намаз оқыдыңыз ба, сіздің ішіңіздегі жаныңыз риза болады. Дұғалар сіздің самооценкаңызды көтереді. Жақсы кез келген арақты қойдыңыз ба, сіздің самооценкаңыз көтеріледі. Өсекті қойдыңыз ба, самооценкаңыз көтеріледі. Әрбір нәрсені істеу арқылы адамның өзінің самооценкасын өзі көтере алады. Сен мысалы бір жерде отырып біреуді жамандадың ба, өсек айттың ба, біреудің артын қаздың ба, бір нәрсені істедің ба, сенің ішкі жаның айтады: "Ей, құралай қойсайшы, сен жаман адамсың ғой. Сен осы жерде отырып ананы өсектедің, ана адамды бүйттің. Сен деген қойшы" дейді. Сол кезде сенің самооценкаң өзінен өзі түсетін болады. Енді өзіне өзі ақыл айту техниканың артына 1, 2, 3 деп қалдырып кетіңіздер. Мүмкін тура осы кезде жаңағы мен көмектескендей жауапкершілікті өзіңізге өзіңіз аласыз ба? Бүгіннен бастап ешкімге сенбеңіз. Күйеуге де, шықпаған күйеуіңізге, әке шешеге де, бауырға да ешкімге сенбеңіз. Өз таяғыңызды өзіңіз қолыңа алыңыз. Өз өміріңізді өзіңіз салыңыз. Себебі әйел үйдің атмосферасын жасайды. Үй деген ол отбасы, отбасы деген отан. Сонда отанның атмосферасын біз жасап жатырмыз әйелдер. Әйелдің ішінен қандай энергия шығады, сол бүкіл үйді қамтып алады. Сондықтан менің күйеуім мені ұрсады, тыңдамайды, менің
жадный менің күйеуім андай, менің күйеуім мынандай десеңіз, демек сізден дұрыс толқындар шығып жатқан жоқ. Сіздің окружениеңіз қазір ластанып тұр. Ол мына қиярдың суы секілді, рассол. Әйелдің айналасы мына 5 метр былай, 5 метр былай, диаметр 10 деп санасаңыз, шеңбердің ішінде, осы үйдің ішінде сіздің өзіңіздің рассолыңыз тұрады. Сіз қандай тұздық құйдыңыз, қандай энергия құйдыңыз, қандай айналаңызға нәрсе құйдыңыз, сол сіздің, именно сіздің окружениеңіз, атмосфераңыз болып тұрады. Демек, егер сіз осы уақытқа дейін, 20 жылға дейін күйеуді дұрыс тәрбиелей алмасаңыз, осы уақытқа дейін әлі арпалысып келе жатсаңыз, осы уақытқа дейін сіздің рассолыңыз ашып кеткен, бұзған, сасқан рассол болып тұр. Дәл қазірден бастап өзіңіздің рассолыңызды, сол, ал бала деген, ене деген, күйеу деген, олар сол сіздің рассолыңызға келетін адамдар. Қиярлар, сіздің сол суыңызға кеп төгілетін қиярлар. Бұрышын қалай қойдыңыз, ананы қалай қойдыңыз, мынаны қалай қойдыңыз, соны қоятын нәрселер. Сондықтан бүгіннен бастап мен сіздерге 3 күн уақыт берем. Осы 3 күннің ішінде сабақ біткенше әр қайсыңыз, бүгін бұны постқа да жазам, әр қайсыңыз өзіңізге 3 ақыл айтасыз. 3 ақыл міндетті түрде. Мен бүгіннен бастап ол 3 ақыл, 3 уәде болып кетеді. Өзіңізге өзіңіз берген уәде. Адамның өмірі, біздің өміріміз күшті болып келе жатқанда, күйеуге шығып, балалы болып, бәрі күшті болып келе жатқан кезде, бұны бір белая магия деп те айтсаңыз болады. Өміріңізде ақ жол, жолыңыз ашық тұр болып тұр, Біз өміріміз қиындап кетсе, біз айтамыз. Бізді бір әйел оқып тастады, мен күйеуімді бір әйел оқып тастады, мен ана жақта біреу оқып тастады деп. Ол ешкім сізді оқып тастаған жоқ. Ол просто сіз өз өміріңіздің өзіңіз жалмауыз кемпір болып отырсыз. Өз өміріңізге, өзіңіз баба-яға болып отырсыз. Өзіңіздің өміріңізді өзіңіз құртып жатсыз. Оның бәрі біздің мынандай көңілімізде екен. Мен бұны өмір сабағында да айтқам. Мен қазір кішкене өмір сабағынан сіздерге бұрын қатыспаған адамдарға не беріп жатырмын ғой, кішкене түсінік. Себебі көңіл күй, адамның көңіл күйі ең басты нәрсе қазіргі заманда, мына жаңа заманда. Сосын мына адамның көңіл күйі күнделікті кішкентай шақтардан басталады да үлкен бір атмосфераға айналады. Сондықтан бүгіннен бастап, бұл да өмір сабағының кішкентай ғана сіздерге бонус ретінде айтып жатырмын. Кез келген негативті, кез келген қорқынышты, кез келген жаман оймен жұмыс істеп бастаймыз. Үлкен қылып жазып қойыңыздар. Жаман оймен, жаман көңіл күймен жұмыс істеп бастаймыз. Мен оны айтқан болатынмын, екі көздің ортасында үшінші көз деген бар. Адам әрдайым осы жерде третий глаз деп тұрады. Оны интуиция деп те айтамыз, ішімізден бірдеңкені сезіп тұрамыз. Әсіресе әйел адамдарда интуиция күшті дамыған. Сондықтан кішкене ғана көңіл күйіңіз түсті ма? Коронавирус келді, анау ауырды, мынау ауырды, мен де ауырып қалама деп келді ма? Дәл қазір сол өзіңіздің жаман көңіл күйіңізді арманыңызға қарай, мақсатыңызға қарай бағыттайсыз. Дәл қазір тағы да осы сабаққа үміт, сенім, махаббат сабағына келген кезде сіз жүрегіңізде қандай арман тұрды? 3 арман жазып қойыңыз. Бұдан кейін мен сіздерге көп техникалар айтам, көп жаңағы арман туралы менімен бірге отырып қазір түрлі нәрселер жазасыздар. Бірақ дәл қазір ең басты арманыңызды жазыңыз. Ол бала туу ма, ол баспаналы болу ма, ол жаңа қызметке өсу ма, немесе ол кредитті жабу ма, немесе үйлі бол, әйтеуір бір 3 арман жазыңыз, Тура қазір менімен бірге осы жерде отырып жазып қойыңыз. Бірінші арманыңыз, екінші арманыңыз, үшінші арманыңыз. Прям черновик секілді тез жасасаңыз, ешқандай бір оны ойлап қажет жоқ. Просто үйлі болғым келеді, бөпелі болғым келеді, немесе жаңағы күйеуге шыққым келеді, немесе бірдеңе деп. Енді кез келген суық ой, жаман ой, Инстаграмда аша қалдыңыз, коронавирус, елдің бәрі ауырып жатыр, ойбай өліп жатыр деп келді ма? Жаман ойдың бәрін мына жақта 3 бөлмелі, 4 бөлмелі пәтерді кездестіріңіз көзіңіздің алдына. Мына жерден көк ту, біздің қазақтың көк туының цветін елестетесіз, аспан түстес цвет, голубой цветті елестетесіз. Тура мына жерден істен шығады көкпеңбек голубой энергия. Соны аласыз да тарс еткізіп өзіңіздің арманыңызға қарай жібересіз. Кез келген кезде үйде, түзде, жұмыста суық ой келді ма, жаман ой келді ма, қорқыныш келді ма, біз өліп қалам екенбіз, үйтіп қалам екенбіз, сразу соған жеткізіңіз. Адамның өлтіретін өзінің ойы. Біз әлі кризис басталған жоқ. Құдайға шүкір үйімізде ұнымызда, нанымызда тұр.
Құдайға шүкір аман есенбіз, бірақ біз уже өліп жатырмыз. Қазірден бастап бірдеңкені ойлап, ертең доллар көбейеді, ертең бірдеңке болады, кризис болады, елдер қырылады, болды мына өкімет сорлы, анау сорлы, мынау сорлы, бітті. Сөйтіп біз міне өзімізге өзіміз ойымызбен қазір қиындық әкеп отырған адамдармыз. Дәл қазір осы техниканы әрдайым жасауға маған уәде беріңіздер. Үйде болсын, күндіз болсын, қандай кездерде сізде қиын бірдеңке болды, сол кезде мына жерден көкпеңбек энергия шығады, и өзіңіздің арманыңызға қарай жіберіңіз. Сразу жаңағы жаман ойды арманмен. Жаман ой келді ма, арманыңызды ойлай қалыңыз. Қалай сіз жаңа квартираға кіріп бара жатсыз, қызметіңіз қалай өсіп жатыр, керемет адамдармен танысып жатсыз, кәдімгідей трепет души дейді ғой. Қандай да замандар болса да, бай бақытты адамдар болған. Қандай кризис, қандай ашаршылық, қандай жамандық болған кездің өзінде, соғыс кезінің өзінде нанға икра жағып жеп отырған адамдар болған. Ашаршылықтың кезінде ауыздарынан ақ май ағып отырған адамдар болған. Сондықтан бүгіннен бастап осы мені тыңдап отырған, осы сабаққа қатысқан адамдардың барлығы қандай заман болса да, Алла тағала сіздің мен арқылы осы ақпаратты беріп жатыр ма, демек сізде бәрі жақсы болады. Демек Құдай сізге бір нәрсені үйреткісі келіп тұр, ақпаратты бергісі келіп тұр, жақсы нәрсені түсіндіргісі келіп тұр. Бекерден бекер бұл сабаққа қатысқан жоқсыз. Енді мен сіздерге тағы бір техниканы айта кетейін. Бұл Свияштың, Александр Свияш деген мықты орыстың психологы бар. Соның техникасы, ол маған қатты ұнайды. Бүгіннен бастап өзімізге 3 қалпақ киеміз. Бұл 3 қалпақта настроениені көтеруге арналған, драманы комедияға айналдыруға арналған. Бұл деген мынандай. Өзіңізге бір қызық не қойып алыңыз, андай ат. Мультяшканың атын ба, бір кинодағы атты ма, Свияштың аттары өте көп. Бұл деген, мысалы, мен өзімді әрдайым начальник паники деймін. Кейде мына балалар болғаннан кейін, көп балалы ана болғаннан кейін, сосын өзім қарамағымда көп деген адамдар болған, паникаға кейде көп түсіп кетемін. Бірақ өзіммен жұмыс істеп жүрмін, андай паникерша дейді ғой, мен сондаймын. Деп бүйтіп андай чулап кетемін. Бірдеңке, бір жерде бірдеңке болса, ойбай деп жаңағы адамдар чулап жіберемін. Қанша өзім психологияны 20 жыл оқысам да, қандай керемет болсам да, ойбайлап жаңағы бір истерикаға түсіп кетемін. Сондай кезде сразу аламда, отыра қаламда, басыма жаңа начальник паники деген мына жерімде жазуы бар, қалпағым бар, ойша. Ешқандай жазу, қалпақ сатып алудың қажеті жоқ, ойша. Сол қалпағымды киемін да, бүйтіп 1 минуттай өстіп отыра тұрамын. Немесе кейбір қыздар бар. Күйеуге шыққым келеді, айтатындарының бәрі ана жерде де күйеуге қалай шықсақ болады, мен деген 27-ге келдім, ана жақта мамам бүйтіп жатыр, өмірдің бәрі күйеуге шыққым. Ол қыздар мына жеріңізге помогите выйти замуж деп жазып алыңыздар. Сондай қалпағыңызды киіңіз де өзіңізге күліңіз. Мына біз қазір цирктағы клоундар секілдіміз. Жаңағы неге ажиотажға кіріп кеткенбіз, интернетте біреу бірдеңе жасап деп ана аренада отырамыз, клоундар бір-бірімізбен айқасып. Өзіңізді мынандай зритель қылыңыз, көрермен қылыңыз. Өзіңізді мына сахнадан алып шығыңыз да, өз өміріңізге өзіңіз жоғарыдан қараңыз. И өзіңізді қараңыз, жаңа қалпақтарды киіп алған. Сосын өмірі күйеуінен таяқ жеп жүретін, күйеуімен арпалысып жүретін, ұрсысып жүретін, күйеу малқаш, итбай, чөтбай айтып жүретін адамдардың инвалид семейного фронта, жаңағы отбасылық соғыстың ардагері деген киіп алыңыз. Сосын күйеуіңізбен ұрсып, жынданып отырған кезде жаңа қалпағыңызды киіңіз де қайттан бүйтіп 1 минут отырыңыз. Сосын бүгін мен тағы бір пост қоям, сол постқа әркім өз қалпақтарыңызды жазғандарыңызды сұраймын. Осы парақшамен біз 3 күн бойы жұмыс істейтін боламыз. Мен сіздермен 3 күн бойы осы посттарды салып, қандай нелерді салу керек екенін мен сіздерге айтып отырам. Сол жерге менімен бірге бір-бірімізге көмектесіп, осы сабақтарды бір ары қарай нәтижені жақсы алатындай сондай жұмыс болса екен. Бір адам айтқан екен. Бір адамдар бір үлкен стройка салып жатыр екен, больница. Үлкен бір больница салып жатыр екен, сосын бір строительдан барып сұраған ғой. Не істеп жатсың десе, мен кірпіш тасушымын деп. Күні бойы кірпіш тасимын ана ішінде строительдарға деп. Екіншісін біреуінен сұраса, сен не істеп жатсың десе, мен жаңа крановщикпін, бетондарды көтеріп жаңа неге қоям дейді. Сосын үшінші бір адамнан сұраса, не істеп жатсың десе, мен деген адамдарды емдейтін аурухана салып жатырмын дейді. Сондықтан әркім өз проблемасында бүйтіп ішке кіріп кеткен кезде, мысалы жаңағындай, сен құр кірпіш тасып жүрсің ба, сен или бетонды көтеріп жүрсің ба, әлде сен аурухана салып жатсың ба, емдеп.
емді салатын. Всегда берите выше. Жоғары, өздеріңізді жоғары жақта бір үлкен бір нәрсені істеп жүрген, балаларды бағып атқан, өсіріп атқан ана ретінде, жаңағыдай бір үлкен отбасының отанасы ретінде өзіңіздің бір қызметіңізді бір жоғарыдан қараңыз. Ішінде жаңа кірпіш ташып жүрген строитель емес, керісінше аурухана салып жүрген строитель қылып өзіңізге бүгіннен бастап керемет бір атақ беріңіз. Мысалы, мен Алланың нұрын адамдарға жеткізушімін. Әрбір ойым, әрбір сөзім, әрбір көңілім осы Инстаграмға маған тіркелген әрбір адамға өзімнің шын көңіліммен, жүрегім арқылы бір жақсылықты беруге, оның өмірінің жақсы болып кетуіне мен үлес қосып жүрмін. Мен қазір сіздерге керемет сабағымды мен әлі бастаған жоқпын. Тек қана вступительный дейді, кіріспе сөздерімді айтып жатырмын. Қазір сабағымыздың тақырыбы басталады. Сабақ өте керемет. 3 күнгі сабақ өте керемет. Сіздерге бақытты болуға арналған сабақ. Негізі мен осы өмірімде өзімнің 42 жасыма дейін қарап отырсам, ешкім менің бақытты болғанымды қаламаған екен. Айналамда ешкім. Кейде ойлаймын, мамамның өзі ма деп. Мамамның өзі де мені бессознательно дейді, бұл сөз енді ауыр болып кетер, мамам естісе вообще шошып кететін шығар. Бессознательно тіпті біздің туысқандарымыз біздің жылап жүргенімізді қалай ма деп ойлаймын. Біздің бір қиналып, оған келіп, әңгімемізді айтып, жаңағы біздің бақытты болғанымызды көп адамдар қаламайды. Енді мамам деп артық айтып кеткен шығармын, енді көп аналар мамам да байқұс әйтеуір 5 уақыт намазында менің бақытты болғанымды қалайды ғой. Бірақ жан жақтағы адамдардың бәріне қарап тұрсам, осы өмірімде қасымда кездескен достарым болсын, туыстарым болсын, ешбір адам шынымен маған бір шын көңілімен көмек бермеген екен. Шын көңілімен осы бақытты бола салсыншы деп бір әлде менің өмірім сондай ма таңғалатыным, жан жақтан жұлмалаған адамдар. Туыстар ақша сұраған, достар тағы өздерінің бірдеңкелерін, жаулар туралы тіпті айтпай-ақ қояйын, кез келген нәрседен, минус іздеген, кез келген нәрседен бір жаңағы аяқтан шалған сондай бір нәрселер адамның өмірінде өте көп болып жатады. Бір байқағаным, сіздердің де бақытты болғаныңызды ешкім қаламайды. Мүмкін бар шығар енді айналаңызда 1-2 санаулы, саусақпен санарда, жаңа мамам, әпкем, бірдеңем деген секілді, тіпті күйеуің. Қазақ күйеу дұшпан деп бекер айтпайды. Күйеуге сенгенше қос босағаңа сен дейді. Сондықтан бүгінгі сабақта тағы бір рет айтарым. Мен өмір сабағында өмірде 3 күн бойы айтқам. Тағы бір айтарым, ешкімге сенбеңіздер. Ешкімге. Особенно күйеуге. Сіздің бақытты болғаныңызды, сіздің өсіп, өніп бір жаңағы өсіп жатқаныңызды шынымен бұл ғаламда қазір адамның өздері сондай болып кетті ма, шынымен бір саусақпен санарлаған адамдар. Тек қана өзіңізге сеніп, өзіңді, Абай атамыз айтқан ғой, өзіңді алып шығар, өзіңнің жаңа оймен санаң дей ма. Сондықтан бекер бұл сабаққа қатысып отырған жоқсыздар. Ол жаңағы ешкімге сенбе деген кезде, күйеуге де сенбе деген кезде ойбай деп ақырып, жылап еңіреп, бақырып, жаңағы ажырасып кетудің қажеті жоқ. Немесе жаңағындай барып әпкеңмен, абысыныңмен, немесе басқамен ұрысудың қажеті жоқ. Бұл өмір. Просто өмір деп қабылдау керек, және өсе беру керек. Адам өскен сайын әрбір адамның өзінің өсу деңгейінде бір мынандай қызық сәттер болады да, адамдармен, басқалармен. Содан кейін өтіп кеткен кезде, ол состояниеден өтіп кеткен кезде күле қарап отыратын боласыз. Сондықтан қазіргі сіздің қиналып отырған, сізді қинап отырған адамдар сіздің өсуіңізге көмектесіп отырғандар. Ал кеттік. Мен сіздерге бүгін үміт витаминдерін айтқым келеді. Мына адамның денесі витаминдерден тұрады, С витамин, Б витамин, әсіресе қазір мына ауырғалы бері витаминдерді де жаттап алдық. Сол секілді бүгінгі үміт сабағында мен сіздерге үміттің витаминдерімен таныстырғым келеді. Бұл менің сабағымның басталғаны бағанан бері кіріспе болған. Ал ондай болса кеттік. Мен мына сабақты қазір будильник қояйын. Мен сіздерге сақтап қоюым керек, әйтпесе ұмытып қалуым мүмкін. 21:00-ге қояйын. Ал кеттік. Ал енді
үміт витаминдері, махаббат витаминдері. Негізгі сабақ, осы 3 күндік сабақ сіздердің жүректеріңізге махаббат құюға арналған. Сондықтан ең бірінші бүгін үміттен бастаймыз. Бұл витаминдер қалай? Негізі махаббат деген, үміт деген, надежда дейді ғой. Надежда деген адамды бір жүректі дірілдететін нәрсе. Жақсылықтың надеждасы, иә. Мысалы, біз аффирмациялар айтқан кезде жүрегімізге үміт келеді. Қазір енді көбісі айтып жатыр, жаңа аффирмацияны айтуға болмайды, үйтуге болмайды, бүйтуге болмайды. Бұл 80 жыл Совет өкіметінде де аффирмациялар болған. Мысалы, мир, труд, май деген қандай да бір партия қайда болса, өмір сонда деген, бұның бәрі аффирмация. Просто ол кезде ол аффирмация деп айтылмаған, бірақ адамдар жақсылыққа сенген. Ертең мысалы келесі 5 жылдықта біз бір қойдан 2 не аламыз, қозы аламыз деген ол аффирмация. Біз деген ертең жаңағы мынандай алқаптан 5000 тонна бидай аламыз деген ол аффирмация. Біз деген өсеміз, өзгереміз, комсомол, пионер, ура дегеннің бәрі аффирмация. Қазақтың да жақсы сөз жарымырыс дейді. Сондықтан мына үміттің түбінде аффирмациялар жатыр. Бүгін мен сіздерге осы аффирмациялармен де жұмыс істеуді айтатын болам. Мені өсірген нәрсе бұл аффирмация. Мен нәтижеге сенем. Қандай адам болсын, достарым болсын, құрбыларым болсын, маған сабақ беретін ұстаздар болсын, бәр адамның нәтижесін қараймын. Өмірінде қандай нәтижелер шығарды деп, иә? Сол адамдардан үлгі болып, сол адамдардың сабақтарын оқығанын ұнайды маған. Құр сөзді сандырақтап елдің бәрі айта береді, тем более қазір екінің бірі оратор. Кітапты да көп оқимыз қазір, ораторское искусство деген сабақта бар. Сондықтан тыңдайтын адамдарымның ар жағында не бар? Ол не шығарды? Өзінің айтқан сөзінен қандай нәтиже шығарды деп ойлаған жақсы көрем. Енді қараңыз, егер де сіз қазір іштей бақытты болмай отырсаңыз, демек сізде осы үміттің, махаббаттың витамині аз деген сөз. Адамның денесінде мысалы витамин С жоғалып кетсе, немесе D3 витамині дейді, күнге шығарып атамыз, ана бала рахит болып ауырып жатады, физикамен салыстырған кезде. Немесе B12 деп жатамыз, немесе кальций витамині жетіспесе, мысалы адамның сүйегі, тісі ауырады деген секілді. Әртүрлі витаминдердің жетіспеуіне қарай адамның физикасында, адамның мына еті мен сүйегінде түрлі проблемалар болып жатады. Тура сол секілді адамның өзінің өмір сүру мына линия жизни дейді ғой, өмір жолында әртүрлі витаминдер жетіспегендіктен, психологиялық витаминдер, үміт, махаббат витаминдер жетіспегендіктен адамда түрлі проблемалар болып жатады екен. Бұл үміт пен махаббат, бұл машинаның жанармайы, бензині секілді екен. Өте маңызды. Соны мына Карл Маркс, Ленин деген коммунизмді қойған мықты идеолог жаңағы мамандар адамға үміттің, махаббаттың керек екенін біліп, сол кезде сол партияны, сол пионерді, сол комсомолды кәдімгі адамдарға соны сыйлаған ғой, идеология қылдырып. Мысалы, ашаршылық болған 30-шы жылдар, ол бүкіл СССР-да болған. Қазаққа көп тиді десек те. Содан кейін соғыс болған 4 жыл, 5 жыл. Сондай өкіметті олар жасап шықты ғой. Мысалы, сол идеологиямен. Сол идеологияны тексерсең, соның психологиясын, философиясын оқысаң, сонда адамдарға үміт сыйлаған. Енді бұл үміт сабағы не үшін мен қазір осы карантинмен, коронавируспен қатар келді? Неге мен оны үміт, сенім, махаббат деп қойдым? Бізге өте қазір керек. Үміттің, сенімнің, махаббаттың витамині өте қатты керек. Бізде қазір идеология жоқ. Бізде қазір лидер жоқ. Назарбаевқа сендік, серейіп қалдық. Тоқаевқа сене алмаймыз, басқаға сене алмаймыз. Бізде лидер жоқ. Бізде өкіметте қазір сенетін идеология жоқ. Адамда мақсат жоқ, жоспар жоқ. Болашақ жоқ кезде адамдар өліп кетеді. Қазір неге массовый адамдар ауырып жатыр, қайтыс болып жатыр? Үміт пен сенімнің, махаббаттың витамині жоқ. Енді мен витамин деп айтып жатырмын, ол как идеология. Енді мен осы сабақ арқылы сіздерге сол үміттің, сенімнің, махаббаттың витаминін бергім келеді. Бұның біреуі де жоқ болса, адам өліп кетеді екен. Үміт, сенім, махаббат. Осы үшеуінде жоқ болып қалса, адам өмірден кетеді екен. Адамға ең құрмағанда біреуі, әйтеуір болмағанда екеуі, ал үшеуі де болса, ол уже миллионер, бақытты, успешный жетістікке жеткен адам екен. Сондықтан прям үлкен қылдырып жазып қойыңыз. Әрдайым бізге үміт керек, әрдайым бізге сенім керек, әрдайым бізге махаббат керек. Енді қараңыздар, үміт ол ілім-біліммен келеді екен, түсінікпен келеді екен.
ол көзге көрінбейді. Үміт те, сенім де, махаббат та көзге көрінбейді. Оны бүйтіп ұстай алмаймыз, ол материалын емес. Ол визуально адамның жүрегінде тұратын нәрсе. Үмітті аффирмациямен құюға болады. Жаңағыдай идеологиямен, мир, труд, май, жаңағы өмір ғажап, армандар орындалады, все хорошо будет еще, жаңағыдай кәдімгі аффирмациялармен жүрекке үміт сыйлауға болады. Ертең бәрі жақсы болады деп. Қазір мықты бір лидер келсін, бізге Қазақстанға. Мықты жалындап тұрған 30 пен 40-тың арасындағы жас жігіт, керемет, кім болса да әйтеуір ақылды, сол бізге шықсын да, прям мысалы телевидениеде айтса: әй, қазақтар, болды, бүгінде мен сендерге президентпін, мен сендерді алып жүрем, мен завод салам, мен ананы бүйтем десе, адамдардың бәрі тіріліп кетеді. Ауырып, өлейін деп жатқан адамдар, мына последний соғыстан кейін сөйтіп тірілткен ғой. Адамдар өліп жатқан кезде плакаттармен, ұрандармен үміт сыйлаған. Вера, надежда, любовь. Міне. Енді екінші сенім келеді, үміттен кейін. Адам бірінші үміттенеді, одан кейін сенім келеді. Мен алдында бір прямой эфирде айтқан болатынмын. Үміт адамның мына қолының мына жеріне дейін келеді екен. Мына жердегі тамыр біздің ең негізгі тамырымыз. Укол салады ғой бізге, мынандай дәрілер еккен кезде осы жерден салады, бүкіл жүрекке кететін осы жер екен. Сондықтан біздің қолымызға мына бірінші күннен бастап сіздерге осы бүгінгі семинарда мына жерге дейін үміт кіреді. Өмірдің жақсы болатынына, ертеңгі күннің жақсы болатынына, өліп қалмауға. Одан кейін сенім мына жерге дейін келеді екен, жүрекке дейін. Одан кейін бүкіл денеге махаббат келеді екен. Енді қараңыздар. Үмітті аффирмациямен, түсінікпен, қандай да бір лидерларға сеніммен, кітап оқумен, жақсылыққа сенумен, ертеңгі күннің бір несіне түсінумен үміт кіреді жүрекке. Сенім Алладан. Сенім Алладан, дұғалардан. Маған жүрегіме сенім дұғалармен келді. Енді қазір түрлі адамдар мені көре алмай жатыр ма, білмеймін, енді андай танымалдықтың да бір минусы бар шығар. Түрлі адамдар түрлі нәрсе жазып жатыр, дұға оқуға болмайды. Құралайдың айтқан аятыл күрсі біреулерге арналып оқылады, бірдеңе фаляқты оқысаң бірдеңе жын кіріп кетеді. Бәрі өтірік. Бәрі өтірік. 20 жыл бойы сол фаляқты, сол насты, сол аятыл күрсиді, сол фатиханы, сол ықыласты оқып келе жатырмын. Менің ең сүйікті, мына көзімді ашқандағы оқитын дұғам, сүрелерім осы 5 сүрені мен күні түні оқып жүрем. Және Алланың 99 есімі. Бұл ертең екінші күннің сабағы, мен просто кіріспе ретінде айтып жатырмын сізге түсінікті болу үшін. Сенім Алладан. Аллаға сеніңіздер. Аллаға сенуді тек қана дұға оқумен. Біз өзіміз миымызбен ойлаймыз, миымыздағы екі сызығымызбен, ойбай, мен қатырам, өмірімді бүйтем, қарызымнан құтылам, ертең үйімді салам, ертең жұмысқа кірем, ертең бизнес ашам. Түкті де істей алмайсың. Алласыз, құдайсыз қорайсынбайды деп қазақ баяғыда айтып кеткен. Сондықтан екінші күн ол Алла ертең болады бізде. Толыққанды сенім, барлығы осы әрекетімізде, берекетімізде бәрі Алладан екенін біліп, ертеңгі күн жүрегімізге сенім ұялатады. Ал үшінші күн махаббат. Махаббат деген, мен ол жерге ерлі-зайыптылардың арасындағы тақырыпты да қойдым, және сол махаббат медитациясын қойдым. Көп нәрсе көмек береді деп ойлаймын. Ал енді ондай болса, бүгінгі ең бірінші лекцияларыңызды жазып бастаңыздар. Ең бірінші адамға кет психологиялық үміт витамины, бұл А1, А1 деп жазып қойыңыздар. А1 витамины. Жаңағы физикалық B12, B1, С витамин деген секілді адамның жүрегіне, адамның көңіліне, адамның миына керек витамин А1 витамины. Бұл Алланың махаббаты, Алланың қорғаны. Бұл витамин адам ұрық ананың ішіне түсіп, 9 айға дейін туылғанға дейінгі уақытта болатын витамин екен. Сол кезде түзілетін витамин екен. Адамның санасында, адамның жүрегінде, адамның көңілінде түзілетін витамин. Жазып қойыңыздар. Қалай жазсаңыздар екен? От зачатия до 9 месяцев. Орысша айтқан кезде. Ұрық пайда болғаннан бастап 9 айға дейін. Анаңыздың жатырындағы уақыт. Бұл кезде адам, жаңағы ұрық, адамның жаны Алламен тікелей байланысты болады екен. Бұл витаминді сол кезде Алла тағала ананың көмегімен құйылады екен. Ол қалай? Бір аңызды айтып берейін сіздерге. Баяғыда бір, енді миф дейді ғой, аңыз. Баяғы бір заманда екі шайтан өмір сүріпті. Күйеу мен әйел шайтан екен.
Енді ол кезде жаңағы періштелер де, перілер де, жындар да бәрі жерде өмір сүрген дейді. Сол заманда екі шайтан өмір сүріпті да. Сөйтіп бір күні шайтандар біреумен соғысқа кететін болып, жағының шайтанның әйел шайтан екі қабат екен. Сөйтіп оны соғысқа аламапты да, жаңағы күйеу шайтан жүгіріп жүріп қай жаққа тастарын білмей әйелін бір өтіп бара жатса бір үлкен әдемі мешіт тұр екен. Сол мешіттің ішіне әйелін бір бұрышқа отырғысы кетіпті. Мен жаңағы соғысқа барып, бұл енді аңыз, ертегі секілді аңыз. Мен барып соғысып келем, оғанша сен әйелім осы жерде отыра тұр деп. Ол әйелі жаңағы шайтан 9 ай соғысыпты. 9 ай соғысыпты, тура жаңағы баласы көтеріліп туылғанша 9 ай әйел мешітте отырыпты. Және мешітте имамдардың қасында жатады екен. Сөйтіп мешітте таңертең оянса, жаңа имам уағыз айтады, кешке дейін уағыз айтады, таңертеңнен намаз оқиды, кешке дейін намаз оқиды. Сөйтіп шайтанның іші пысып кетті. Уағыз тыңдағысы келмейді, өзі шайтан. Сол ұйықтай береді екен. Жаңағы өзі екі қабат жатады екен, жаңағы шайтан әйел ұйықтай береді екен, ұйықтай береді екен, ұйықтай береді екен. Сөйтіп 9 ай ішіндегі баласымен ұйықтап жатты, жаңағы мешіттің ішінде. Сөйтіп 9 айдан кейін бұл туатын уақытта жаңағы күйеу шайтан соғыстан келіпті. Соғыстан келіп әйелін алып кетіп, сөйтіп ауылына барып, әйел туса, ана баласы дейді, сондай әулие бала туылыпты. Сүп сүйкімді, туылғаннан сондай саналы, ақылды, парасатты, сондай бір иман жүзді сондай бала туылыпты. Сөйтіп бүкіл ауылындағы жаңа жын перілер, адамдар бәрі таңғалып, бұл қалай туылған? Бұл баланы деген мына екі шайтаннан осындай керемет жаңағы әулие туылуы мүмкін ба? Сондай тегі инабатты, сондай сыпайы десе, сонда мораль қаяқтан. Жаңағы шешесі қанша шайтан болса да 9 ай бойы уағыз тыңдалған, 9 ай бойы дұға тыңдалған. Сонда жаңағы бала өзінің қанына қарамай, өзінің шешесінің әкесінің қанына қарамай, сондай әулие святой болып туылған екен. Сондықтан менің бірінші А витамині дегеніміз, А1 витамині дегеніміз, бұл адамның 9 ай іштегі қалпы. Екі қабат қыздар, бала көтерейін деп жүрген қыздар, әсіресе қазіргі мені тыңдап отырған барша аналар, барлығы неліктен бізге жаңағы от зачатие деп жатады. Біздің өзіміздің психологтарда барлығы айтып жатады. Себебі бала іште болған кезде бүкіл махаббат, бүкіл рухани әлем, бүкіл жақсылық сол кезде құйылып қояды екен. Сол кезде адамға А1 витамині, бұл Алланың махаббаты деген витамин сол кезде құйылады екен. 9 ай бойы дұғада болыңыздар, 9 ай бойы уағыздар тыңдаңыздар, 9 ай бойы осындай сабақтарға қатысыңыз, 9 ай бойы кітап оқыңыз. Іштегі балаға сол сіздің көмегіңіз болады екен. Туылмай тұрып келетін витамин. Бұл балада, адамда, егерде бұл витамин жоқ болмаса, А1 витамині, Алламен қатынас витамині жоқ болса, кейінгі өмірінде, ол туылғаннан кейін өте қиын болады екен. Алланы тануы, Аллаға деген махаббатын келтіру. Сондықтан барлық аяғы ауыр адамдар, әйелдер шынымен осы Аллаға сеніп, Алла, Алла, Алла деп күні бойы соны тыңдата беру, Алланың 99 есімін тыңдата беру. Іште бала оның бәрін жаңағы мен айтқан аңыздағыдай өте қатты әсері бар екен. Екінші витамин бұл А витамині. Атана. Атана витамині бұл адам туылғаннан 0 жастан 7 жасқа дейін екен. Сіздер менімен бірге лекцияны жазып отырыңыздар. 0 жастан 7 жасқа дейінгі витамин. Бұл ата-ана махаббаты. Бала туылғаннан бастап 7 жасқа дейін, бұл енді бұны сіздер білесіздер де, ата-ана витаминіне тойып өспесе, бұдан кейін оның өмірі өте қиын болады екен. Сосын мен айтып жатқан әрбір период, әрбір возрастной период, әрбір жаста адам сол кездегі сол витаминді сол уақытында алып қалмаса, одан кейін оған алу 2 есе қиын болады екен. Оны ертең оның өмірінде түзілуі, оның өмірінде ол келуі оған өте қиын болады екен. Сондықтан екінші бұл 0 мен 7 жасқа дейінгі ата-анадан алатын витамин, бұл жаңағындай қамқорлық пен махаббаттың витамині. 0 мен 7 жастың арасында бала ата-анасынан бәрін алу керек екен. Махаббатты, қамқорлықты, мейірімді, барлық жақсылықты. Кейде біз уақытымыз болмайды, жұмыста боламыз, үйтеміз, бүйтеміз, андалақтырамыз баланы, мындалақтырамыз, бермейміз көп нәрсені. Бұл да, енді мен қазір тек жақсылықтарын айта берейін.
қазір жаңағы противопоказание дейді ғой, минустарын аяғынан қарай айтайын. 0 мен 7-нің арасында кішкентай бала толыққанды жаңағы үміт пен сенім, махаббаттың витаминін ата-анасынан алу керек екен. Ата-анамен контакт ол деген өте қатты болу керек екен. Бұл табиғаттың да заңы. Қарасаңыздар, 7-ге дейінгі баланы көшеге лақтырып тастасаң, ол не істейді? Өледі. Физически просто аштан өледі. Ешкім қарамаса. Мысалы, бір жақында бір жерден статьяны оқыдым. Наркомандардың бір какой-то притонында 8-ге толған баланы тауып алған. Жаңағы күйеуде наркоман, әйелде наркоман, 8 жыл баланы мектепке де бермеген, бір қаланың шетінде бір жерде өмір сүре берген жаңа наркомандар. Сонда ана бала кәдімгі Маугли ребенок дейді ғой, тура сондай не сөйлей алмайды. Ана балаға ешкім қарамаған, әйтеуір қалған құтқан бірдеңкелерді жеп, солардың қасында өмір сүрген. Бір какой-то куста, бір сасық төсекте жатып, өзімен өзі сол жерде бұтына жіберіп, ана бала психологически өте ауыр болған. Россияда ғой деймін, сондай бір нені оқыдым статьяны. Сонда бала, оны бір Маугли бірдеңесі деп айтылады да, синдром Маугли дейді ғой деймін. Сонда жаңағы балаға психологиялық өте көп көмек керек болды. До сих пор қанша уақыт өтсе де баланы үйрете алмайды. Себебі балаға 0-ден 7-ге дейін тіл үйрену керек, жүріп үйрену керек, жаңағындай сиіп тышып үйрену керек, өзінің тамағын жеп үйрену керек деген секілді көп үйренетін нәрселерді ол алмаған. Тура сол секілді 0-ден 7-ге дейін бала барлық керек анадан алатын, ата-анадан алатын нәрсесін 0 мен 7-нің арасында алып алу керек. Одан кейін уже бітті Фатима. Одан кейін уже 7-тен кейін сен қанша ойбай беруім керек еді, ойбай бүйтуім керек еді, ойбай сөйтуім керек еді деген кезде ол уже қиынға түсетін болады екен. Мына уақыт болды, мен қазір мынаны сақтап қояйын, себебі сақталмай қалуы мүмкін. 0 мен 7-ге келдік. Қазір 7 мен 14 жастарға қарай айтамыз. Ешқайда кетпеңіздер, тура осы жерде қайтадан сақтап, қайтадан қосыламын.